Ассалаумағалейкум автосүйер қауым. Енді бүгін бір ерекше толқынысқа толы шығарылым болайын деп тұр. Неге екені сіздер шығарылым соңында түсінетін боласыздар. Қайыр берген қол, бата берген ауыздан артық демекші, өздерінің істерімен қайырымдылық жасап, мәрт жүректерімен қаншама адамдарды қуантып жүрген жандар бүгін бізде қонақта. Және де олардың арнайы көрермендерге, жалпы қазақ халқына сыйы бар. Ол сый бүгінгі шолу жасайтын көлік. Ендеше қарсы алыңыздар, бізде бүгін қазақтың Робин Гуды және де Әмірбек Шәкіш. Бүгінгі шолу жасайтын Toyota RAV4 көлігін олар кәдімгі адамдарға бермекші. Ешқандай да гиф емес, ешқандай да андай бір жерге тіркеліп, бір жерден істеп, ойнатып, ақша ойнатып емес, жай ғана сыйлық ретінде бергісі келіп тұр. Ендеше ол не көлік екенін бірге тамашалайық. Бұл Майкар KZ арнасы, мен Ерғазы Әзімханұлы. Кеттік, бастаймыз ба? Суық. Ассалаумағалейкум. Осындай суықта. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қазақтың Робин Гуды деп бәрі айтады. Мені бүгін ресми түрде таныстырып тұрмыз. Есімім Ерғазы болады. Ильяс. Қош келдіңіздер. Үш адам шолу жасайтын бұл біздің бағдарламаның тарихында бірінші рет болып тұр. Сол себепті бірімізді толықтырып да амандасып, тізгін өздеріңізде таныстырып, смело. Енді мен көп сөйлей алмаймын. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бауырымыздың YouTube арнасының оқырмандары, сіздерге алғысымызды білдіреміз. Тамашалаңыздар. Енді қалған інім түсіндіреді өзі. Сөзге істің адамымыз. Қайдан келген көлік, жалпы қайда барайын деп жатқан көлік, қалай алынған көлік, қалай таңдалған көлік? Атын былай қоямыз, енді біреулер ластичка деп атады, біреулер әртүрлі аттар қойып атады ғой. Қабан деп қойып атады. Бұның көліктің аты біз жәннатқа жетелейтін көлік деп айтамыз. Атын ше. Неге десеңіздер, бұл көлік алынғаннан бері жақсылықта жүр. Мысалы, біз енді қайырымдылық қорда жүргеннен кейін, жаңағы енді біздің контентіміз қайырымдылық. Основном енді оқырмандарыңыз көргендер бар шығар араларында, жаңағы қайырымдылықта жүреміз, балалар үйіне барамыз, үлкен кісілерге көмектесеміз. Сол жерде, бүкіл жерде жүретін көлік қой. Бар, алынғаннан сол жақта жүр. Бұл көліктің бір ерекшелігі, менде өзімде Subaru машинасы болған. Subaru машинасын енді құны жетпейді ғой мына көлікке. Subaru машинасын сатқаннан кейін бауырларымыз тендермен айналсам, сол тендерде жүрген бауырларымыз өзінің тапқан адал табысынан осы жақсылықта айдайсың ғой ағамыз деп маған үстіне қаражатын қосып осы көлікті сыйға тартқан болады. Осы көлікті. Құны қанша бұл көліктің? Қай жылғы RAV4 көлігі? Енді қазіргі құны 15 миллион теңге. Бұл 2017 жылғы RAV4, объемы 2. Енді ешқандай соғылмаған, тек қана мен өзімде машина көп не істемеймін, тек алғалы айдап келе жатырмын ғой, бұл басқа еш. Белсенді түрде бұл қызметте жүрген көлік, Негізі RAV4-тің өзі 1994 жылы шыққан кезде бұның толыққанды аты бар ғой, расшифровкасы. Соның аудармасының өзі сондай екен. Белсенді жастар көлігі деп аталады екен. Белсенді жастар көлігі? Жастардың белсенді көлігі деп аталады екен. Прям аты сондай екен. 4 деген обозначение, 4 деген сан бар ғой, RAV4 қой. 4 дегені әрқашан 4 дөңгелегі де толық жетекті деген сөз екен. 4-4, толық жетекті деген. Сол үшін белсенді көлікті белсенді қолданып жүр екенсіздер, қарапайым мына кәдімгі ауылдық жерге барғанда да қара жолмен жүретіндей етіп, керемет бүкіл жақсылықтарын бәрін жасаған көлік. Көп жерді көрді. Біз бұған бүйтеміз. Арты гардероб, багажы гардероб, артындағы сол жағы столовый, оң жағы спальный. Біз постоянно бұл жақта тамақты да ішеміз, жолда жүреміз ғой сапарда. Өте андай да, шынай дейін, құнынан құндылығы жоғары ғой, енді ішінде бәрі бар, бұл ішінде. Қарапайым жерде жүрген. Қандай плюстар бар енді көлікке жеке керек, бүгін сол көлік туралы болғандықтан. Несі ұнады осы эксплуатация кезінде, несі ұнамады, қандай минустары бар, соның бәрін айтайық. Бұл көліктің шын айтсам мен минусын көрген жоқпын. Өзім айтсам, бір жылдың көлемінде айдадық қой. Аллаға шүкір, минусын көрген жоқпын. Ешқандай да сапарда да, жолда да бізді қалдырған емес. 2017 жылғы
кезінде әйел адам айдаған екен бұл көлікті. 33 мың пробегпен болды. Қазір Бізде қазір 101 мың пробег болып тұр. Нормально айдап жатыр ғой. 70 мың жүріпсіз. Тоқтамастан кетті ғой бұл. Қанша болды алғандарыңызға? 1 жылдан асты ғой. Неге таңдау осы көлікке түсті? Ұнады. Асты да биік. Жаңағы айтып жатсық қой, 4 дөңгелегі де айналады. Жаңағыдай қарда, неде жолда қалдырмаудың мақсатында. Сол баға 70 қалса да болатын еді негізі. Бірақ ауылдық жерге көп баратын болдық. Себебі мұқтаждар да, шалғай ауылдарда көп болатын болды. Сол кезде сосын асты биік етіп, осындай етіп алдық. Қанша ақшаға шықты сол кезде? Сол кезде 14 миллионға шыққан көлік. 14 миллионға, иә. Қазір құнын жоғалтпаған көрдіңіздер ме? Жылдан жылға көліктің бағасы қымбаттап жатыр. Сол үшін не көлік алсаңыздар да ұрынбайтын көлік алсаңыздар. Бағасы түспейтін көлік алу керек қой. Бағасы түспейтін, ұрынып қалмайтын көлік алу керек қой. Енді андай ДТП болған, Құдай сақтасын сәттер, ешқандай бәрі полный тексерістен бәрі ешқандай не крашеный емес, оригинал бәрі, оригинал. Иә. Мен бұл көліктің не себепті өйстіп ұрылған жерлері бар ма, андай жерлері бар ма деп толыққанда сұрап жатырмын. Өйткені бұл көлікті Алла қаласа ешқандай да гиф емес, ешқандай да андай байқау несіз сыйға тартқалы жатыр кәдімгідей. Осы көрермендердің арасынан, мысалы қазір көріп отқандар шығар, Алла қаласа, иә, біздің бауырларымызға, білмеймін кімге болса да сыйға тартқалы жатыр, иә? Айта кетіңіздер сол туралы. Мынандай ғой, біз енді қайырымдылық жолда жүргеннен кейін, өзіміз енді Аллаға шүкір дін жолында жүрміз, Алла осының кейін абыройымызды көтеріп қойды, шүкір етеміз. Енді ағамыз көп ойланды да, бір үлкен дүние бастағалы отыр, бір үлкен бір кәсіп ашқалы отыр, бір дүние бастағалы отыр. Сосын ағамыз ойланды келіп айтты да, мен бірінші Алла жолында осы көлікті берейін, Алла маған еселеп береді дейді да. Дұрыс па? Ол Алламен сауда да. Алламен сауда болып жатыр. Алламен сауда бар кезде, бұны Алла жолында берсе, енді күмәнсіз Алла тағала еселеп беріп қояды да. Может, бір жылдан кейін сен келіп мына жерде бір Кадиллактың немесе бір Майбыққа обзор жасап жүрсің да. Алла қаласа сол күнде бұйырсын, иә. Иә, сол себепті немен айналысатынын, жалпы не істеп жүргенін білмесеңіздер, міндетті түрде білуге шақырамын, көруге шақырамын айтады ғой. Жақсылықты асырып дейді ғой. Сол себепті жақсы іспен айналысып жүр. Сол үшін мен өз атымнан шын жүректен ризашылығымды білдіремін. Ары қарай өсе берсін, көркей берсін. Енді бұл көліктің конкуренттерінің ішінде RAV4-тің қандай артықшылықтары бар? Мысалы, Honda CR-V бар. Ол көлікті де қатты мақтап жатады. Mazda SX бар, SX5 деген бар ғой. GT онша емес, SX5-і осындай ол да компактный кроссовер болып саналады. Солардың ішінде осы RAV4 неге таңдалды екен деген сұрақ қой. Мысалы алатын адамдарға қазір таңдаудың арасында жүрген шығар. RAV4-дің енді бірінші Toyota деген атауының өзі бренд қой негізі. Toyota деп тұр. Сосын мына RAV4 чисто андай биік классика сияқты. Былай айдаған адамға өзінің орны бар. Андай көп иномаркалерде болады ғой, ондайда функция жоқ бұда. Қарапайымдылық, бірақ ішінде барлығы бар деп ойлаймын, енді керекті адамға керекті. Бұның комплектациясы қандай? Люк жоқ екен, ә? Негізі болады ғой люк бұлар, полный комплектациясында. 2-4 объемдарды болуы мүмкін. Бұның қандай объемдары бар? Осы 2-сі бар, 2-4-і бар. Мен соны білетінім 2-4-і. Бірақ барлығы толық жетекті болады. Пуш-старт қызатын несі. Пуш-старт, сосын сыртында байқамадым, не ма, сымсыз батырма бар ма? Бесключевой доступ? Жоқ, онда жоқ, кілтпен ашылады. Бірақ багажнигінде батырма бар екен, онысы жақсы. Арты қалай, кең ба? Күшті, сада беріп сиденье бар саған ғой. Артында да, иә? Онысы жақсы екен. Өзің керексің айтылсын. Бұларда тағы да қандай мәселе, проблемалары болатын еді? Но подставкасы жақсы екен. Подставкасы жақсы. Енді білмеймін, мен шын айтсам бар ғой, осыны айдап жүрмін болды. Өзіме ұнайды. Ұнайтын несі. Мына спорт режимдерді экомод қолданаса ма? Спорт режимі қолданам, тауға көтеріп бара жатады. Жақсы кететін не істейді. Ауқымы жақсы кетеді. Мына тип-тунингтарды ше? Тип-туринг қолданып көрген жоқ. USB тығатын жері бар. Мүлдем ба? Тым. USB тығатын қандай? Заряд. Бізге керектігін айтады. Подогрев керек. Мына мониторда интернет ештеңке жоқ, сенсорный, жай өзінің заводтан шыққан, е? Жақсы. Задний камера задний бар, мында көрсет. Рөлі болса, сосын мында несі рөлде жылтатын несі бар. Обогрев ба? Айналарын жылтады ше? Айналарында бар.
айналарында жылытатын бар, иә? алдын артын жағында. Соның барлығын айту керек. Оның барлығы ертең енді қарап отырып үміттеніп отқан жер кімге береді екен деп, тіпті сол бұл Құдай қаласа алып қалатын адамдардың өзіміз историяға салғаннан кейін кіріп қарап көретін шығар деп жатырмын. Сол үшін олар алардың алдында біліп алсын деп жатқаным ғой, барлығы несі бар, несі жоқ екенін. Андай гиф сияқты, ой, мында мынандай бар деп түсірмесек те, кішкене өйстіп қарапайым тілде күшті көлік қой, ішінде бәрі. Короче, бұл андай адамдардың көзіне андай сияқты болып көрінеді. Мысалы, Камри. Камри қалай адамға, қазақтарға жалпы жақын болып көрінеді, андай бір бұзылмайтын, бір өмір бойы жүре беретін көлік сияқты көрінеді ғой. Соның кішкене үлкен версиясы сияқты болып көрінеді, андай бір биік версиясы сияқты болып. Басында аға айтты оны, 70-ка алуға да болатын еді, 70-ші. Неге бұны алдық, кішкене асты биік та? Биік көп жерде жүреміз. Қазір бұның асты сәл биік екен деп. Негізі бірақ биік көліктердің ішінде бұл қатты не істелмейді андай. Считаться етілмейді негізі. Бірақ бізге енді биік қой бұл. Бізге биік. Өзімізге кроссовер деген кроссовер жақсы ғой, иә? Жақсы. Мен бірінші рет кроссоверге отырған кезде андай сезім болған едім. Бәрі төбесінен қарап тұрған сияқты. Ана седаннан кейін Түскін келмей ма? Иә, түскін келмей. Бұл 4 жетекті әрқашан қолданып. Қанша дисктің несі? 18. 18. Өзі зауыттан осылай келді, Иә. салоннан осылай алған ғой алдындағы әйел кісі, иә? Салоннан алынды. Мен машина түсінбеймін. Дөңгелегі бар, фарасы бар әйтеуір. Ана бронепленка деген жасамаңыздар. Дым жасамаңыздар. Алдыңыздар айдап жүрсіздер. Иә, алдық. Сүлдік неге түсіп қалған? Тойотасы бар, мынаның несі бар, салып береміз. Аны ма? Иә. Келесі Мойшықтен түсіп қалған. Құдай қаласа алатын адамдарға мынаны жабыстырып береміз дейді. Жал, Ашек. Гардероб. Иә, мен ең бірінші ана қызық неден бастайын сразу. Кейбіреулер ана моторында не бар екенін білмей жатса, моторда ашамыз. Гардероб Қазір. Арты дейтін. Мен өзім багажға обзор жасайшы. Ал, бісміллә Бұны де. айттым ғой, ішінде дейтін көрсеңдер, кілем құнды заттар, сен мына қара. Тағы бір жанды қуантатын умра қажылығы ішінде жатыр. Бұйырса. Бұл қашан Алла қаласа? Алла қаласа жақында берілейін деп жатыр. Міне. Умраға жолдама беріледі екен Алла қаласа. Сосын міне 20 адамға беріп жатқан жер умраның несі. Сыйлығы, иә? Иә, сыйлығы. Алла қаласа. Осындай нелер. Енді не Ашек, бар? Жай намаздар өте көп. Міне. Жай намаз. Айтпақшы. Намаз оқиды, жай намаздарын. Реклама жасап жіберейін ба? Смело. Бауырлар, арнайы Меккеден келіп отырған жай намаздар осын сатылымға шығарып жатырмын мен. Әмір шоп деген онлайн дүкен ашып жатырмыз. Әмір ініміздің маған алып келген, иә міне? Сыйлығы ма? I love. Меккеден келген осындай жай намаздар сатылымға шығарып жатыр. Алатын болсаңыздар, мен инстаграмға жазыңыздар. Матасы керемет деші. Саудиядан келеді арнайы Меккеден келіп отқан. Енді ол жаққа бір адамдар бара алады, бара алмайды, бірақ та сыйлық алады. Киім де көп, жай намаз да көп. Бәрі. Суына не су? Зәмзәм су. Бұл машинада көрдіңіз ме? Барлық нәрсе жақсы неде сақталған. Өзі егесіне қарай машина сықса деген ғой. Андай, дәреті бар машина сияқты. Ғысылдағы машина. Құндылығы жоғары машина. Ұрылар мысалы ше, Құдай сақтасын, ұрылар бар, ана көреді ғой оны. Ялып қалатын ба? Иә, дөңгелегін қарайды, жақсы машина ғой деп терезесін қарайды. Мынанша жай намазы көріп астан тұралла. Жамағат оқитын жай намаз бар, жетеді. Мына жақта тағы жай намаз. Толып тұр. Жай намаз өте көп. Қаншама. Мынау қалың жай намаз деген неде оқылады? Қыста. Тағы да не бар? Су. Чипсилар. Не, киімдер менің киетін. Мен біреудің заттарын араламай қойын, мен әдетім бар. Мына антифриз. Құйдыңыздар ма бұны? Иә, алдында құйып қойдым. Неге аққан ба, не істеген, против еткен ба? Жоқ, енді кішкене толтырып та қою керек, машинаға да кірген қадағалап. Қадағалап, жақсы қарайсыздар ғой машинаға, негізі, иә? Тек анда-санда кейде жумай қалатынымыз бар, бірақ енді машинаға май суын ауыстыру уақытында қараймыз. Майын қайшыда ауыстырыңыздар соң қарай? Осы жақында ауыстырдым. Кнопка қойын ба? Иә, мына несімен бар. Батырмамен жабылады. Жабылғаннан кейін мына жерде қараңыздар, мен байқап қалдым, міне Майкар Алматы дейді. Мына Майкардан алынған көлік секілді ғой. Майкардан алынған, Майкарға берген, Майкардан жігіттер алып берді. Майкардан алып берді ма? Енді Майкарда көптеген жеңілдіктер болады, сол үшін мен осы жерде мен де жарнама айта кетейін. Майкардың қосымшасын жүктеп, міндетті түрде қолданыңыздар. Міне осындай керемет көліктер Майкарда өте көп. Және де осы орталық Азиядағы ең үлкен автосалонды Майкар соққанын айта кетейін. Әлем бойынша 4-ші орында ма сондай. Сол себепті қазір дамып жатыр, өсіп жатыр, өркендеп жатыр. Алла қаласа берекесін бере берсін. Өсе берсін. Майкардан шерт тұрып көлік алуды насіп етсін. Енді Алла қаласа береке берсін, бұйырсын Алла қаласа. Бұдан кейін не план? Қандай көлік? Жаяу жүріп. Жаяу жүрім. Бұдан кейін ба? Көреміз иншалла. Алла жолына жұмсап жатыр. Алла
ісімізге берекесін берсін. Үлкен жоспарлар бар. Алла берекесін берсін. Алламен сауда. Алла жолына бергеннен кейін Алла өзі береді ол. Қай уақытта екенін. Мысалы адамдардың кредиттарын жапқан кезде қандай критерийге қарап таңдалады адамдар? Кредит дегенде бізде мысалы шыны керек, жаңағы жобамыз бар ғой, көшедегі шынайы соны адал көрдім. қызмет қылып жүрген жандарға көмектесеміз. Шыны керек біз өзіміз танымаймыз ол кісілерді, ешқашан танысқан емес. Көшеден танысамыз, сөйлесеміз. Кейбір жандардың кредит болмай шығады, қуанамыз, кейбірінде кредит болады. Не үшін береді деген мақсатта адал қызмет етіп, өзінің отбасын адал асырап жүрген жандар үшін береміз. Қатты қуанады, шыны керек, қатты қуанады. Себебі танымайтын көшеден келіп, бір екі жігіт келіп көмектесіп кетіп жатса, әрине оған бәрі де қуанады деп ойлаймын. Осы күнге дейін Адал шынайы қызмет мұқтаж жоқты ғой. иә. Адал қызмет. Өзіміз Алладан тәуекел жасаймыз да, тәуекел сұраймыз. Алладан дұға қылып шығамыз. Шынайы адал қызметкерлерге берейікші деп, себебі көп сұрай беретін жандарды да негізі айтады, Алла Тағала сұраушыларды да көп сұрай беріп, қол жайып, аяқ қолы сау бола сұрай беретін жандарды Алла ұнатпайды, жалқауларды ұнатпайды Алла. Алла еңбекқорларды, кәдімгі өзінің аяқ қолы сау бола тұра еңбек еткендерді Алла Тағала жақсы көреді. Сондай Алланың құлдарына бізде өзіміздің кішігірім олардың ауыртпашылықтарын жеңілдетейін деп ондай көмектесеміз. Еңбек жолында жүрген, адал еңбек жолында жүргендерге ғой. Сол себепті енді араларыңызда қарап отқандары да бар шығар. Қалай деп сенбей мысалы. Қазір андай көп деп біз беріп жатырық деп кеткеннен кейін барлық андай бір шынайы беріп жатқан нәрселердің өзіне де кішкене күмәнмен, ішінде бір немен қарайтын болды да. Осы жерде айтып кетейінші, алдында прямой эфирде отырсам бүйтеді, сендер осыны хайп үшін істейсіңдер, подписчик жинау үшін істейсіңдер дейді да. Айтып отырмын да. Негізі біздің ниетіміз адамдарға көмектесу. Қаншама адам шынайы эмоциясы да. Оны біз жасырын істесек, оны басқалар көре алмайды ғой. Жарияны, садақаны жария. Содан кейін айтамын да, мейлі ол миллион просмотр жинасын, мейлі 2 миллион просмотр жинасын, мейлі оны біз мақтанып істейік та, ондай емес та. Одан тек жақсы болып отыр ғой. Иә, жақсы мейлі, лучше бір ашық осы қарлық видеолардан қарағанда жақсы ғой. Адамға көңіл күй сыйлайды, біреуді қуантып жатыр. Ол ана отырып ана айтады ғой, өзіне бұйырмаған адамдар кей кезде не істерін білмей жазады да. Олар өтірік істеп жатыр, өздерін көтеру үшін істейді дейді да. Біз ондай емес ниетіміз. Бірақ ондай болғанның өзінде де жақсы емес пе? Жақсы видеоның көтерілгені. Мысалы, Аллаға шүкір, біз сол кредит жобасын бастағалы бері халыққа бізді көп қарайтын болды ғой. Қазір историямызды да көп қарайды, посттарымызды қарап күтіп отыратын жандар. Бірақ шыны керек, Әмір ініміз екеуміз белгілі бір аудиторияны жақсы тәрбиелеп жатырмыз деп ойлаймыз. Бізде шыны керек анда-санда 100-ден 1 адам тек негатив жазады. Басқа негатив жоқ. Себебі адамдардың жүректері уже мейірімділік адамдар айтады, жылаймыз дейді, күтіп отырамыз дейді, көреміз дейді. Жаңа бір-бірімен жақсы болып жатыр екен. Отбасылар жақсы болып жатқан. Даже біздің видеоларымызды отбасымен отырып қарайтын адамдар бар екен. Шынайы жанашырларымыз ғой. Сондықтан бір жақсы нәрсені жасап жатырық деп ойлаймыз. Капотқа қарамаңыздар. Капоттың іші не болып жатыр екен? Капот жуу керек, қалған бәрі нормально. Орында тұр. Негізі мынау жуу керектенге келеміз. Жуайық. Дәл қазіргі сәтте сүртіп, Toyota екен ұмыт қалмасын деп қармен жуып көрсетіп отырады. VVTi мотор. Жалпы жуу дегенде жуудан қорқпайсыздар ма? Жуып көргенсіздер ме бұл моторды? Немен ұрады ғой онда кешірме. Қорқпайсыздар ма? Жаздың кезінде бір жуғам. Качествосы жақсы болғаннан кейін ешқандай қорқыныш болған жоқ. Еш нәрсесі ауыспаған, бәрі солай. Бәрі солай. Қалай алған? Солай тұр, Енді иномаркаға дейтін 2017 болғанда қазір 5 жылдық машина ғой, болған дым емес қой. Toyotаға ештеңе емес. Дым емес. Сыры жоқ қой дым. Бұны енді алатын адамдар қуанады деп ойлаймын. 100 мың жүрген көлік әлі жаңа көлік негізі. Аккумуляторына дейін ауысқан жоқ қой, солай тұр ғой бәрі. Ең басты жақсылап қарап, барлығын расходниктарын ауыстырып жүрсеңіздер, Май су ауысатын. Майды қаншада ауыстырасыздар? 5000-да ма әлде 7000-да ма? 5000-да ауыстырамыз. 5000-да ауыстырасыздар. Қандай май құясыздар? Өзінің кәдімгі Toyota центрдің майын құямыз. Toyota центріне. Бұл дилерский обслуживаниеден шығып кеткен ғой же? Дилерский обслуживаниеден шықты, бірақ жаңағы качествоны қымбаттау шығады, бірақ енді достойно ғой. Басқа ештеңкесіне тиісіп, алып, ауыстырып. Қанша көлемі? 2 объемы. 2 объем. Әйел адам айдаған кезінде. Сол әйел адам салоннан алған, Салоннан алған. Сосын 33 мың пробегпен Майкарға әкеліп берген. Майкардан біздің жігіттер алып берді. Қандай қызық сәттер болды бұл машинамен? Қапшағайға барып қымбат қылып қалған кездер болған жоқ па? Жоқ, Қапшағайға барған жоқпыз.
бензин бітіп қалған кез болды. Бензин бітіп қалды, сосын жайлап төбеге шықтық. Сосын төбеге машинаны көшірдік. Сосын жайлап немен түстік. Спускпен ба? Жолда бір кісілерден бензин сұрадық. Мына жақ жаңа машинамен бензин бітіп қалған деген қате нәрсе екен андай. Біз қанша жүре бергенбіз ғой. Қызық болған екен, ә? Бір андай датчик көрсетпейтін болса мейлі деймін да, андай болады ғой. Бәрі көрсетті. Пассатпен жүрсе Серега мысалы деген сияқты. Қазір заправка шығып қалар деп өтіп кеткенбіз ғой сонымен. білесіз ғой енді Майкар дейтін, Майкар жақсы қарап береді машинаны. Аха. Бүкіл диагностиканы өткен, сол болмаған. Майкар мынандай жаңа көліктерді мен айта кетейін, осы жерде білмейтіндер де бар шығар. Бұрында 100 пункт етін, қазір 180 пункт бойынша қарайды. Яғни 180 мынандай пункт бойынша мысалы сыртын қарау деген бір пункт. Сыртының ішінде капотын ашып қарау деген екінші пункт. Сол сияқты 180 пункттан өтіп, сол 180 пункттан кейін ғана сенімді түрде адамдарға береді, сатады мысалы. Сен алатын кезде ана қағазды алып, ішінен толыққанды даже кейбір мелочная мына жеріндегі шилдигі жоқ екенін көріп ала аласың. Майкардан алса күмәнданудың қажеті жоқ дейсіз ғой. Күмәнданусыз машина толықтай зерттеп береді. Олар өздері толық тексеріп алады, сөйтіп өздері толық тексергеннен кейін береді ғой. Сол себепті смело, сенімді түрде. Енді сыртында не сондай дизайнынан қалай сіздерге? Кішкентай емес па көлік? Асты клиренсі төмен емес па? Жоқ, жоғары несі биік. Асты бәрі биік, жақсы. Ешқандай жерде қалдырған жоқ қой, жаңағыда айтып жатырмын. Барлық жағынан жақсы. Керемет. Өзіме ұнайды, қатты ұнайды. Қатты ұнайды. Енді алсам, ала бұйыртса деймін, болашақта алып жатсам. Асты аласам емес, осындай биік машина аламын. Биік машина. Мен Алла қаласа, мынау енді бұл мини компактный кроссовер деп аталады ғой, енді кішкентай кроссовер. Енді Алла қаласа үлкен кроссовер емес, үлкен жол талғамайтын көлік алды десеңіз, джип пе, Кадиллак. Мен өзім американецтердің фанатым сол үшін. Алла жолына беріп жатырмын, Алла береді ғой. Контент үшін не істемейміз? Бүгінгі шығарылым ұнады деген ойдамыз. Қалай өздеріңе ұнады ма? Ұнады, күшті. Кәдімгі шын жүректен андай ағынан жарылып, барлығымен бөлісіп, шын жүректен біздің көрермендерге ұнап жатыр деген ойдамыз. Сол үшін Ешқандай жасандылық жоқ қой, самое главное. ең басты шынайы лайк. Ешқашан жасандылық болмаған, кәдімгі қалай келеді, қонақ қалай өзі көрсеткісі келеді, қалай несін, не жаңалығын айтқысы келеді, қалай таныстырғысы келеді көлікті. Барлығы солайынан. Багажды солай көрсетіпсің. Иә, солайынан көрсетеміз. Кішкене Жасырып, көрсетпей қойып, деген сияқты. Все. Ендеше шын жүректен каналға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Біз әрі қарай кімді шақырайық, соны да айтыңыздар. И Алла қаласа мына қазақтың Робин Гуды Илекеңе және де Әмірге жазылып, жаңалықтарды күтіп, мына машина кімге бұйыратынын көріп, біліп отырыңыздар, иә? Все, жақсы. Оқырмандарыңызға тоже Алла өмірлеріне береке берсін. Ай.